Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Жер шетелдіктерге сатылмайтыны туралы түбегейлі шешім қабылданды. Бұл туралы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Баспана жағдайын жақсарту үшін 97 мың адам зейнетақы жинағын алды. Ал 25 ақпаннан бері бір жолғы зейнетақы жинағын емделуге пайдалану үшін өтініш қабылданып жатыр. Биыл Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешеніне 25 жыл. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұжымды мерейтойымен құттықтады. 26 ақпандағы мәлімет бойынша елімізде 20.277 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Коронавирус пандемиясы 2022 жылдың басында аяқталуы мүмкін. Дүниежүзілік сақтау ұйымындағы Еуропа аймағы бюросының басшысы Ханс Клюге осындай пікір білдірді. Қаңтар айында еңбек бағдарламасы арқылы 49 мыңнан астам адам жұмысқа орналасқан. Қазақстанның 100 жаңа есімі 2021 жобасына өтінім қабылдау басталды. Өтінім 22 ақпаннан 15 наурызға дейін 100 жаңа есім.рух.kz сайт арқылы қабылданады. Павлодар облысында жүк пойызы ер адамды қағып кетті. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Елімізде бір апта ішінде 3366 қылмыс тіркелді. Оның 2184-і бір тәулікте жасалған. Солтүстік Қазақстан облысында ер адам ауылдасының неміс овчаркасын ұрлап әкетіп сойып жеген. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 627 өрт оқиғасы болды. Соның салдарынан 22 адам қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысында бір күнде 5 өрт оқиғасы болды. Ал Петропавлда 5 қабатты үйдегі газ баллоны жарылып, 2 адам оқиға орнында көз жұмды. Елімізде 1 наурыздан бастап карантин талаптары жеңілдейді. Дегенмен сақ болған абзал. Боранда көліктерге жол көрсетіп жүрген қостанайлық полицей марапатталды. Спорт жаңалықтарына келсек, тәжірибелі қазақстандық боксшы Қанат Ислам эквадорлық Джейсон Минданы айқын басымдықпен жеңді. Грециялық газетта басылымы әлемдегі ең сұлу волейболшы қыз тізімін жасады. Ресейлік 25 жастағы Алиса Маненок Сабина Алтынбекованы 2-ші орынға ысырып, әлемдегі ең сұлу волейболшы қыз атағына ие болды. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.